кейін меруертке қосайық жобасы енді керек емес. Және қатысушыларға айттыңыз ғой, бес бидайларыңыз күймей қойсын деп. Онда жоба маскамен, бетпердемен шыққан үміткерлерді кіргізбей қойсын деп. Демек, ары қарай жарнама барысында ақылдаса келе, біздің ұжым мынадай шешімді қабылдады. 1-2-3 минут қана уақыт болды бізде. Барлығымыз бір ауыздан соңғы эфирдің 5 минутын ескере отырып, мынадай түйін жасадық. Алдағы уақытта қосайық жобасы мен таныстықты бетпердемен жалғастырам деген үміткерлерді өкінішке қарай немесе біреулердің бақытына орай, бағына орай қабылдамайды. Бұл нақты. Егер 2-3 эфир деген мүмкіндіктер болса да жоқ. Қажет емес. Егер сіз таныстық алаңына келдіңіз бе қадам басып, жұмыс, отбасы, достар, ағайын, құда сізге маңызды болмау керек деп ойлаймын. Егер сіз сүйеніңізді іздеп келсеңіз. Және ары қарай Болат мырза алдағы уақытта тағы да бетпердемен шығам деп жатыр ғой енді. Демек, Меруерт пен Болаттың арақатынасы қосайық жобасынан тыс жалғасады. Әрдайым ортаға бетперде киіп отырған ер азаматпен тілдесу, сөйлесу, оның өзі жобаның шынайылығына күдік келтіреді. Бірақ Меруерт, мен сізге айтайын, Болат мырзаның Астанадан келуіне негіз болған ол сіздің редакторыңыз. Ол редактор күнара Болат мырзаға хабарласпаса, Болат мырзамен сөйлеспесе, Болат мырза әлі де екі ойлы болып, бұл жобаға келерін я келмесін білмес еді. Жобаның нақты шешімі сіздердің таныстықтарыңыз жоба сыртында жалғасады. Егер алдағы уақытта қандай да бір той жөнінде мәселелер туындаса, біз қуана-қуана сіздердің тойларыңызды эфирде жасауға келісімімізді береміз. Ал егер Меруерт сіздің Болат мырзамен деген арақатынасыңыз тоқтап қалып жатқан жағдайда, біздің есігіміз сіз үшін әрдайым ашық. Диана ханым негізі айтады ғой, су ішкен құдығыңа түкірме деп айтады да. Бағанағы мен айтқым келеді, эмоциямен шықты, расымен де сіздің қабылдап жатқан пікіріңізді қабылдаймын. Және де маған қатты ең ауыр тиген сөз, ол жігіттердің сен уже ғашықсың деп. Бәлкім мен солай өзімді көрсеткен шығармын. Меруерт, бұл ер азамат. Қатысушы жігіттер ер азаматқа айтты, сен неге бетпердеңді шеше салмайсың, жұмыста басқасы да түсінеді ғой. Сіз қыз болып ер азаматтың алдына шығып, оны қорғағаныңыз жөн емес. Ер азамат өзін қорғау керек ел алдында, және сізді қорғау керек. Ал Болат мырза үндемей отырғанда, сіз осы жерде бір нанды бөліске салып жүрген қыздарға, ауылдарға сенің қай бес бидайың күйіп жатыр дегеніңіз, әрине бізге ауыр тиеді. Сыйлағаның құлы бол деп кеше Асхат Ханзада күшті дүниелерді айтып кетті ғой барлығымызға. Бірақ бәрібір де сіздердің таныстықтарыңыз осы жобада басталды ғой, жоба арқылы басталды. Мен үндемес едім, сіздер Инстаграмда, көшеде тауып алсаңыздар. Бірақ бұл жігіттің анасы сізді теледидар арқылы көріп келіп отыр ғой. Ал сіз осылай эмоцияға жылдан беріліп, болды, бұл менің сүйгенім соңына дейін баратын ер азаматым деген сияқты кейіп татқаныңыз бізге ауыр соқты. Жоқ, Диана ханым, тағы да қайталап айтамын, мен ол үшін емес. Менің күйгенім менде өткен маусымнан травма қалған. Жігітке бірінші сезім білдіру деген нәрсе менде травма болып қалды, Диана ханым, расымен де мен сол үшін де мен психологтың көмегіне жүгінген болатынмын, Егер қазір сіздер өз шешімдеріңізді өзгертемін десеңіздер, бар болғаны сізге бетпердеңізді шешу. Расын айтайын, шеше алмаймын, кешіріңіздер, пожалуйста. Демек, Меруерт пен Болаттың таныстығы мен айтқандай жоба сыртында жалғасады. Өйткені біз басқа үміткерлерге бұндай қастандық жасағымыз келмейді. Барлығына бірдей заң, тәртіп, ереже ортақ болу керек. Бұл біздің ұранымыз. Демек, бұл таныстық барысында жалғасқанға дейін Меруерт қосайық жобасының қатысушысы емес. Той болса, өз қатысушы аруымыздың ұзату тойын атқарысуға, алдымызға жан салмай барлығын ұйымдастырамыз. Ал егер таныстық тоқтаса, мүмкін әр кезде келесіз, ары қарай қатысушы есебінде жолыңызды жалғастырасыз. Болат мырза, сізге үлкен рахмет. Меруерт, сізге де рахмет. Таныстықтарыңыз енді сыртта. Рахмет, Диана ханым, көп. Анан кейін Меруертке қосайық жобасы енді керек емес. Және қатысушыларға айттыңыз ғой, бес бидайларыңыз күймей қойсын деп. Онда жоба маскамен, бетпердемен шыққан үміткерлерді кіргізбей қойсын деп. Демек, ары қарай жарнама барысында ақылдаса келе, біздің ұжым мынадай шешімді қабылдады. 1-2-3 минут қана уақыт болды бізде. Барлығымыз бір ауыздан
соңғы эфирдің 5 минутын ескере отырып мынадай түйін жасадық. Алдағы уақытта Қосайық жобасы мен таныстықты бетпердемен жалғастырам деген үміткерлерді өкінішке қарай немесе біреулердің бақытына орай, бағына орай қабылдамайды. Бұл нақты. Егер 2-3 эфир деген мүмкіндіктер болса да жоқ. Қажет емес. Егер сіз таныстық алаңына келдіңіз бе қадам басып, жұмыс, отбасы, достар, ағайын, құда сізге маңызды болмау керек деп ойлаймын. Егер сіз сүйеніңізді іздеп келсеңіз. Және ары қарай Болат мырза алдағы уақытта тағы да бетпердемен шығам деп жатыр ғой енді. Демек, Меруерт пен Болаттың арақатынасы Қосайық жобасынан тыс жалғасады. Әрдайым ортаға бетперде киіп отырған ер азаматпен тілдесу, сөйлесу, оның өзі жобаның шынайылығына күдік келтіреді. Бірақ Меруерт, мен сізге айтайын, Болат мырзаның Астанадан келуіне негіз болған ол сіздің редакторыңыз. Ол редактор күнара Болат мырзаға хабарласпаса, Болат мырзамен сөйлеспесе, Болат мырза әлі де екі ойлы болып, бұл жобаға келерін я келмесін білмес еді. Жобаның нақты шешімі сіздердің таныстықтарыңыз жоба сыртында жалғасады. Егер алдағы уақытта қандай да бір той жөнінде мәселелер туындаса, біз қуана-қуана сіздердің тойларыңызды эфирде жасауға келісімімізді береміз. Ал егер Меруерт сіздің Болат мырзамен деген арақатынасыңыз тоқтап қалып жатқан жағдайда, біздің есігіміз сіз үшін әрдайым ашық. Диана ханым негізі айтады ғой, су ішкен құдығыңа түкірме деп айтады да. Бағанағы мен айтқым келеді, эмоциямен шықты, расымен де сіздің қаз қабылдап жатқан пікіріңізді қабылдаймын. Және де маған қатты ең ауыр тиген сөз ол жігіттердің сен уже ғашықсың деп. Бәлкім мен солай өзімді көрсеткен шығармын. Меруерт, бұл ер азамат. Қатысушы жігіттер ер азаматқа айтты, сен неге бетпердеңді шеше салмайсың, жұмыста басқасы да түсінеді ғой. Сіз қыз болып ер азаматтың алдына шығып, оны қорғағаныңыз жөн емес. Ер азамат өзін қорғау керек, ел алдында, және сізді қорғау керек. Ал Болат мырза үндемей отырғанда, сіз осы жерде бір нанды бөліске салып жүрген қыздарға, ауылдарға сенің қай бес бидайың күйіп жатыр дегеніңіз, әрине бізге ауыр тиеді. Сыйлағаның құлы бол деп кеше Асхат Ханзада күшті дүниелерді айтып кетті ғой барлығымызға. Бірақ бәрібір де сіздердің таныстықтарыңыз осы жобада басталды ғой, жоба арқылы басталды. Мен үндемес едім, сіздер Инстаграмда, көшеде тауып алсаңыздар. Бірақ бұл жігіттің анасы сізді теледидар арқылы көріп келіп отыр ғой. Ал сіз осылай эмоцияға жылдан беріліп, болды, бұл менің сүйгенім соңына дейін баратын ер азаматым деген сияқты кейіп татқаныңыз бізге ауыр соқты. Жоқ, Диана ханым, тағы да қайталап айтамын, мен ол үшін емес. Менің күйгенім менде өткен маусымнан травма қалған. Жігітке бірінші сезім білдіру деген нәрсе менде травма болып қалды, Диана ханым, расымен де. Мен сол үшін де мен психологтың көмегіне жүгінген болатынмын, Егер қазір сіздер өз шешімдеріңізді өзгертемін десеңіздер, бар болғаны сізге бетпердеңізді шешу. Расын айтайын, шеше алмай кешіріңіздер, пожалуйста. Демек, Меруерт пен Болаттың таныстығы мен айтқандай жоба сыртында жалғасады. Өйткені біз басқа үміткерлерге бұндай қастандық жасағымыз келмейді. Барлығына бірдей заң, тәртіп, ереже ортақ болу керек. Бұл біздің ұранымыз. Демек, бұл таныстық барысында жалғасқанға дейін Меруерт Қосайық жобасының қатысушысы емес. Той болса, өз қатысушы аруымыздың ұзату тойын атқарысуға, алдымызға жан салмай барлығын ұйымдастырамыз. Ал егер таныстық тоқтаса, мүмкін әр кезде келесіз, ары қарай қатысушы есебінде жолыңызды жалғастырасыз. Болат мырза, сізге үлкен рахмет. Меруерт, сізге де рахмет. Таныстықтарыңыз енді сыртта. Рахмет, Диана ханым, көп-көп. Анан кейін Меруертке Қосайық жобасы енді керек емес.